Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты үйкеліс күшін зерделеу. Үйкеліс күшін зерттеу үшін Асқар тәжірибе жүргізеді. Ол шойын білеушені динамометр көмегімен металл бетімен бірқалыпты сүйрейді. Шойын білеушенің өлшемдері миллиметрмен берілген. Енді осы берілген контекст тапсырмасына байланысты 5 сұраққа жауап берейік. Біріншісі, динамометрдің тарту күші және оның бағыты дейді. Динамометр қарап отырсаңыздар суретте берілген және оның көрсеткіші 1 ньютоннан асып тұр. Демекте бізде 1 ньютон солға деген д жауабымыз алынып тастайды. Ол болуы мүмкін емес. 1 ньютоннан асық, бірақ 2,8 ньютонға тең емес екені көрініп тұр. Олай болса А және С жауаптары түсіп қалады. Сонда бізде қалған 1,4 ньютон солға және 1,4 ньютон оңға дейді. Динамометр қарап отырсаңыздар оңға тартады. Демекте бұл жерде жауабымыз Е жауабы екен. Келесі, шойын білеушенің массасы неге тең дейді. Массаны табу үшін біз негізгі формулаға сүйенеміз, ρ көбейтілген В. Кестеде шойынның тығыздығы берілген грамм сантиметр кубпен және ол 7 грамм сантиметр кубқа тең екен. Көлемді табу үшін суретте назар аударамыз және ол жерде көлемді табу үшін А көбейту Б көбейтілген С деген формуланы қолданамыз. Мұнда А дегеніміз бізде 60 миллиметрге тең. Б ені 40 миллиметр. Және биіктігі 30 миллиметр. Барлығын көбейтетін болсақ бізде 72.000 миллиметр куб шығады. Сантиметр кубтан метр кубқа өту үшін 1000-ға көбейтетін едік. Ал миллиметр кубтан сантиметр кубқа өту үшін біз 1000-ға керісінше бөлеміз. Сонда бізде 72 сантиметр куб шығады. Массаны табамыз. Масса тең, сонда 7 грамм сантиметр куб көбейтеміз 72 сантиметр кубқа. Сантиметр куб пен сантиметр куб қысқарады. 7-ні 72-ге көбейтетін болсақ, бізде 504 шығады. Грамм. Енді килограммға айналдырайық. Килограммға айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз. Сонда 0,504 килограмм. Бұл жерде тек қана жуықтап алынған, яғни бұл жерде 0,15 деген жауап сәйкес келеді. 0,15 килограмм. Металл беті мен шойын білеушенің жанысатын беттері арасында үйкеліс коэффициентін тап дейді. Үйкеліс коэффициентін қалай табамыз? Біз білеміз, яғни біздің үйкеліс күшіміз, яғни ол тарту күшіне тең болады. Себебі оны бір қалыпты сүйреп келе жатыр. Бір қалыпты сүйреген кезінде денеге әсер етуші барлық күштердің қосындысы 0-ге тең екендігін ұмытпаймыз. Мына бізде F тарту күші, F үйкеліс күші оған қарама-қарсы бағытта пайда болады. Яғни екі дене жанысқанда жанасу бетінде пайда болады. Мына F үйкеліс. Бір қалыпты деген жағдайда F тарту мен F үйкеліс бір-біріне тең деген білдіреді. Олай болса F үйкеліс күшіміз бізде 1,4 ньютонға тең. Ал енді формуласына сүйенейік. Естеріңізде болса, F үйкелістің өзіне тән формуласы μ көбейтілген n немесе μ көбейтілген mg горизонталь бетте. Осыдан біз үйкеліс коэффициентін табатын болсақ, μ тең болады F үйкеліс бөлінген mg. Орнына апарып қоямыз. F үйкелісіміз 1,4 ньютон бөлінген массамыз 0,5 килограмм, g 10 метр секунд квадрат, немесе 10 ньютон бөлінген килограмм десек те болады. Жолы төменгі бөлігінде бізде 5-ке тең болады. 1,4-ті 5-ке бөлетін болсақ, тең болады екен, сонда бізде 0,128. Өлшем бірлігі болмайды, себебі килограмм көбейтілген метр секунд квадрат бізге ньютонды береді. Сонда қысқарып кетеді. 0,128 үйкеліс коэффициенті бұл бізде Б жауабы екен. Келесі сұрақ. Тіреу аудан мен үйкеліс коэффициенті өзгермейтіндей етіп, шойын білеушені қорғасын білеушемен алмастырғанда, тартылыс күші 2 есе артса, қорғасын білеушенің биіктігі неге тең дейді. Демекте F2-міз 2F1-ге тең болып тұр. F1 дегеніміз бұл шойындікі, ал F2 дегеніміз бұл жерде қорғасындікі болып тұр. Енді орындарына апарып қояйық. Яғни біз айттық тарту күші үйкеліс күшіне тең, демек орнына сол формуланы қойсақ болады.
мю көбейтілген m2 көбейтілген g тең болады мю көбейтілген m1 көбейтілген g. Қысқартатын қысқартып жіберейік. G мен g, мю мен мю қысқарады. Сонда алдында екісі бар бізде. m2 тең 2m1 болып тұр. Енді орнына апарып қояйық. Массаны ашамыз. ρ2 көбейтілген v2. v2 дегеніміз тағы да ашылады қазір. 2 көбейтілген ρ1 көбейтілген v1. ρ2 бұл қорғасындікі. Көбейтеміз. Аудан өзгермейді дейді. Демек те аудан арқылы жазатын болсақ, s көбейтілген h деген формуланы қолдансақ болады екен. Тең болады 2 көбейтілген ρ1 көбейтілген s көбейтілген h1. Неге бұлай жаздым? ABC деп бағана көлемді жазғы. Дәл сол сияқты көлемді аудан мен биіктіктің көбейтіндісі ретінде жазуға болады екен. Есептің шартына назар аударың. Тіреу аудан мен үйкеліс коэффициенті өзгермейтін дейді. Демек те s пен s қысқарады бұл жағдайда. Қалған жазамыз. Осыдан h2-ні табатын болсақ, ρ2 бөлу өтеді. 2 көбейтілген ρ1 көбейтілген h1 бөлінген ρ2. Орнына апарып қояйық. 2 көбейтілген грамм сантиметр кубпен қалдыра берем. 7 грамм сантиметр куб. Көбейтеміз. Биіктігіміз бізде 30 миллиметр еді. Жауабында миллиметр, сантиметр бар екен. Айше миллиметрмен ала берейін. Кейін соңында көреміз. Бөлеміз. Қорғасынның тығыздығы 11,35 грамм сантиметр куб. Грамм сантиметр кубпен грамм сантиметр куб қысқарады, сонда өлшем бірлік миллиметр әзірше қалады. 2-ні көбейтеміз 7-ге 14 болады. 14-ті көбейтеміз 30-ға және бөлеміз 11,35-ге. Ол тең болады екен h2-міз 37 миллиметр. Бұндай жауапты іздейміз. Әрине бұл жуықтағанда. Енді бұндай жауап жоқ. Демекте сантиметрге айналдыратын болсақ, ол 3,7 сантиметр болады екен. Ал мұндай жауап бізде С жауабы екен. Соңғы сұрағымыз, егер шойын білеуше үстіне тағы сондай бір білеушені қоятын болсақ, үйкеліс күші қалай өзгереді дейді. Демек, үйкеліс күшінің формуласын тағы да бір рет жазып өтейік, яғни мю көбейтілген m көбейтілген g. Сонда үйкеліс күші қарап отырсаңыздар, бұл бетке байланысты, бет пен үйкелісіне, үйкеліс коэффициентіне және массаға байланысты. Енді бір шойын білеушенің үстіне дәл сондай білеушені алып келетін болса, масса бізде 2 есе артып тұр. Демек, f үйкеліс пен масса тура пропорция болғандықтан, бізде үйкеліс күші де сәйкесінше 2 есе артады. Ол бізде Е жауабы екен. Міне осымен бүгінгі үйкеліс күшін зерделеу деп аталатын контекст тапсырмамызды талқылау аяқталды. Егер видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.